Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, сәлем қарындастарым, қалайсың, амансыңдар ма? Кеш жарық, айттарың қабыл болсын, соған тілектерің қабыл болсын, отбасыларың аман жүрсін, тек ауырмасын, осындай табыс әкелсін. Енді достық, сыйластықты, қарындасы, ағасы, сыйласты осындай көп болсын, аман жүріңіздер, ауырмаңыздар. Біздер қазір мен видеомызды бастаймыз. Мен кеше бірінші бөлімді видео салып ютубқа салдым да, көрдіңіздер да. Біз Пикунайымыз қарындасымыз мына личкаға жазып жіберді. Нөмір 2-ді таңдады. Ол енді 2 таңдаған біраз ұтылып қалдыңыз, қарындасым. Біздер енді ойының 4 жас несі бар, 4 картинка бар. Оның 4-інің ішінен біреуінен таңдадыңыз, 2-де таңдадыңыз. Қазір біз картинканы экранға шығарып қоямыз, оны экраннан ашамыз. Қандай сериал, түріктің сериясы, қазір мен сендерге айтамын. Ол сериалдың 2-ші нөмірі Эзел деген сериал. Біраз көрген боласыздар. Кішкене Пикунай қарындасымыз біраз ұтылып қалдыңыз. Ол жерде біз енді 3-ші видео саламыз. Ол 3-ші видеоның қарындасымыз Пикунай таңдады, нөмір 1 деп. Оны қазір 3-ші бөлімге саламыз. Егер видеоларым ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. YouTube каналға тіркеп кетіңіздер, подписать қойыңыздар. YouTube каналға жүктейміз, кешегі видеоны тоже, бүгінгі тоже. Сол жерге лайк басып, комментарийға жазыңыздар. И на YouTube каналдарға бәріне подписать қойыңыздар. Сол видео YouTube каналдың көрсін, тамашасын. Тек осылай ойын жақсы өткізіңіздер. Біздің ойымыз шатысы бұзбау керек. Ол жер жақсы күшкені адамдарға көрсін деп сіздерге видео түсіріп жатырмын. Енді давайте 3-ші видеоңды жалғасын көресіңдер. Тамашалап көріңіздер, лайк басыңыздар, комментарийға жазыңыздар. Бүгін Пикунайдың несін 3-ші бөлімде көрсетеміз. Қандай сериал екен? Тамашалап көріңіздер. Лайкты басып ұмытып кетпеңіздер. Подписать жіберіңіздер. Сразу стрелка тұрады, отправить жібересіздер, адамдарға жіберіңіздер. Көрсін, тамашасын. Еще просмотр, лайк, көрсін. Обязательно. Давайте қолдап кетейік біз. Маған да қолдап кетіңіздер. От души, сендерге от души рахмет айтамыз. Айттарың қабыл болсын, моңғырақ болсын. Ұстағанда тілектерің қабыл болсын, аман жүріңіздер. Отбасыларың аман болсын тек. Давайте 3-ші бөлімде күтіңіздер.